Сәлем достар, Неоказакс бүгін роуд-триптің екінші күнін жалғастырады. Алдыңғы бөлімде Гранд Каньоннан Пейдж қаласына жолға шыққан болатынбыз. Жолда байырғы халықтың үйлері көп кездесті. Картадан қарасаңыздар, жолақ сызықтармен көрсетіп қойған шекара байырғы халықтарға берген жерлер. Олар қолдан сувенир бұйымдарын жасап, жолда туристерге сатып және мал бағып күн көреді екен. Сөйтіп 1,5 сағатта Пейдж қаласына жеттік. Пейдж қаласына кіретін жерде мынандай туристік жер бар, Бейдейді арч деген. Қазір осы жерге барамыз. Мені түсірші. 지금 그냥 나가라면서 그래? Марста жүрміз. Қондық біз. Шөлде жерде қара гүл өсіп жатыр. Пассажирка алып бересің бе? аласың. Осы сәтті пайдалана отырып, Нұрлыбекке рахмет айтамын. Де демей ақ қойшы, дұрыстап айтшы, де демей. Бұрыннан құм үңгірі деп атап кеткен себебі ішінде жұмсақ құм бар, үлкен үңгір сияқты көрінеді. Қазір әлеуметтік желілерде көп таралған орындардың бірі. Бұл жер табиғаттың әсерінен пайда болған, жел мен су тасты ерекше пішінге келтірген. Ішкі қабырғалары толқын секілді әдемі өрнекті болып келеді. Әсіресе үңгірдің ішінен сыртқа қарап суретке түссе, өте әдемі шығады. Пейдж қаласындамыз. Мотельге бара жатырмыз. Мотель, иә. Пейдж қаласында біздің мотельдің офисі осы жерде. Міне, біз 1 ай бұрын 1 күнге жалдап қойған мотелімізге келдік. Почтаға код жібереді, сол арқылы кез келген уақытта кіре беруге болады. Іші таза, қажетті заттардың барлығы бар. Бағасы $95. Аптаның ортасында алғанда баға осылай. Демалыс күндері қымбаттайды. Кейін шығып тамақ ішуге келдік. Тамақ ішуге таңдау өте көп. Бірақ ескертетін жайт, көп жерлер кешкі 8-9-да жабылып қалады. Біз Пейдж қаласында кешкі тамақ ішіп алдық. Қазір супермаркетке барып шайға бірдеңе аламыз да, үйге барып ұйықтаймыз. Ертең бізде түсте Антилоп каньонға тур. Біз қонып шықтық, шай ішіп алдық. Қазір келесі жерге барамыз. Таң ертемен бірінші келген жеріміз аттың тағасына ұқсас жер. Хоршое Бенд деп аталады. Кіру бір машинаға $10. Машинаны тұраққа қойып, жаяу 10 минуттай жүру керек. Бұл жер Гранд Каньоннан көрген Колорадо өзенінің жалғасы. Бұл жер таң ататын кезде немесе күн бататын кезде өте әдемі. Біз таңғы 7-де келгенде өзенге тік жартастың көлеңкесі түсіп тұрды. Күн өте салқын және желді болды. Барымызша фото-видеомызға түсіп, ерте қайттық. Біз екінші точкаға келдік. Гранд Каньон Дам деген жерге келдік. Қасымда осындай әнші бар. Ішім піспайды. Қызыл айналған бәрі осындай. Камера жеткізбейді біріміз ба? Көзіңмен көргендей болмайды да бәрібір. Сол үшін келіп көру керек мені. Жолдарым бар, сонда. Хоршое Бенд нүктесінен Гранд Каньон Дам Оверлук нүктесіне дейін көлікпен 5 минут. Бұл да Колорадо өзенінің жалғасы. Гранд Каньон Дам ақштағы ең ірі бөгеттердің бірі. Бөгет 1960 жылдары салынған. Ол электр энергиясын өндіреді және оңтүстік-батыс штаттарын сумен қамтамасыз етеді. Биіктігі шамамен 216 метр. Өте үлкен құрылыс. Қалайсың деген сияқты. Жай просто бүйтіп белінен құшақтайсың.
да дейді. Жолдар тең. Бізге парковка қойып мына жерден де қарауға болады. Тоқтайын ба? Кейін үшінші көруге барған жеріміз бұл Wee Overlook деп аталады. Бұл жер өте тыныш, турист көп емес. Мына жерде кәдімгідей порт. Әмір. Неше түрлісі бар ғой? Мына бетті қара. Гольф ойнайсың ана жерде. Жап-жасыл, ақ шөл дала. Біз түскі асымызды ертерек ішіп, демалып алдық. Алда бізді атақты Антилоп каньонына тур күтіп тұр. Келесі бөлімді жоғалтып қалмас үшін бізге тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.